Екі қаз бен бір бақа ертегісі. Баяғыда алшақтан ұшып келе жатқан екі қаз су таба алмастан жер шарлап ұзақ жүріпті. Шілденің шыжыған ыстық күндері екен. Ақыры бір кішкентай көлшекке келіп қоныпты. Ол көлшекті бір бақа мекендеткен екен. Бақа болса көлшігін қызғанып, барқылдай қорып, екі қазды жолатпастан су ішкізбей қойыпты. Шөлден таңдайлары кепкен екі қаз әлгі бақаға бас иіп жалыныпты. Бақа болса сонда да көнбестен, бұл өзі азғантай-ақ көлшік. Суы тізеден қана келеді. Сендер ішсеңдер таусылып қалады. Ал сендер сусындарыңды қандырған соң ұшасыңдар да кетесіңдер. Мен бейшара сусыз қалай күн көремін? Ұшатын қанатым жоқ, құдық қазар тырнағым жоқ. Қайда барып жан сақтайын деп қайғырады. Екі қаз бақаның айтқанына түсіп, оны жұбатады. Егер біз ішкен соң көлшіктің суы таусылып қалса, біз сені көтеріп ұшып суы мол жерге апарып тастаймыз. Бақа бұған көне кетеді. Үшеуі осылай уәде етеді де екі қаз суға қанып алады. Бұл кезде көлшіктің суы да сарқылып қалды. Содан кейін екі қаз осы арада бір күн қонады. Бір күні көлшіктің суы мүлдем таусылып қалып, құрғап қалады. Екі қаз уәде бойынша бақаға: жүр енді кетелік, суы мол жерге жетелік. Ол да ұшуға құмартып тұрады. Екі қаз үлкен шыбықтап келеді де бақаға оны тістеткізіп қояды. Біз сені аспанға алып ұшқанда аузыңды ашпа. Аузыңды ашатын болсаң, жерге құлап кетесің. Айтқандарыңды орындаймын, дейді бақа. Екі қаз бақаны аспанға алып көтеріледі. Аспанда құстай ұшып жүрген бақаның көңілі көтеріледі. Жердегі бақалардан өзіні бақытты санайды. Бұл қылығына мәз болып масаттанады. Осылайша аспанда қалқып келе жатқанда, мұны көрген жердегі адамдар көкке қарап таң қалады. Мынаны қараңдар, бақа кетіп бара жатыр, бақа! Жұрттың айқайы құлағына жеткен бақа одан сайын мақтанады. Мен бұларға өзімді айтпай кеткенім болмас. Мен бақамын деп айқай салады. Аузын ашқан заматта шыбықтан ажырап жерге қарай құлдырай жөнелді. Қаз соңынан жетіп ұстай алмай қалыпты. Ақыр жерге тарс еткен бақаның мұжамы шығыпты. Екі қаз: ақымаққа істеген жақсылығың жерге ұшқан тозаңмен тең екен ғой, деп әрі қарай самғап кете барыпты. Мінекей достар, осымен менің ертегім аяқталды. Сау болыңыздар.